Рахымжан Отарбаев. Болған оқиға. Қой, бұл қазақты ғой. Күні кеше ғана мына қызылды жасылды дүниені қызыл өкшесімен басып жүрген жаубас, таң сәріде бақиғаттанып кетіпті. Жарықтық, ауылдың той домалағында нарттай қызарып, әй, мен өлсем де басымда даңғырлатып музыка ойнатып өлермін деушет. Қарашент, тілі калимаға да келмей қалыпты. Періштесі, әумин демегенде, әрине, 65 жас көп демес, аз демес. Қанағат керек, төтіліп келген ажал. Ағамыздың әлгіндей аспандап сөйлейтінде жөні бар. Астананы төбесімен тіреп тұрған 10 мықтының бірі, әнісі Дәубас. Жастай оқуға кетіп, қадаға сіңген бала еді. Несін айтасың? Бүгінде үйіне кіре алмайтын көрінесің. Ауласының өзі ат шаптырым, сыртына кісі бойы қол созым қорған соғып тастапты. Келген адаммен түйме басып қана тілдеседі екен. Жүзін көрсетпейді. Келініміз қаймаға алынбаған сүтке шомылат дейді. Оны айтасың, ініміздің қолын алып сәлемдескен адам ақша төлейді екен десіп, аулаймақ аңыз етсетін. Ауылдың шалдарына бәрінен бұрын мына сұм ажалды соған естірту қиынға соқты. Бір шал бүгежіктеп, әңгімені сонау адам атадан бастайық деді. Соны да алған, ал екем дейік. Өй, қой, қайдағыны қоқытпай. Адам атадан Жаубасқа дейін аралықта неше ата бар? Соның бәрін түгенді дейсің бе? Оған дейін бұл марқұмның еті әріп, сүйегі шіріп кетер. Ал айт. Одан да әнес сахабадан бастайық. Өй, оның бізге қатысы жоқ қожа емес пе? Ештің етпес. Адам атаны қазақ деп кім айтты саған? Қыжынаған халықты есеп жоқ. Үйге иықтасып кіріп, иықтасып шығып жатыр. Ал шалдар осылай ырғасып тұрғанда бұл мәселені Жаубастың немересі демде шешіпті. Қол телефонымен «Аташка умер, завтра похорон» деп хабар жаза қойыпты. Бітті. Бар міндеттен оп-оңай сытылып шыққан шалдар күн шуаққа құйрық төсіп, енді Жаубастың жақсылықтарын санамалады. Несін айтасың, жас кезінде ақсары жүзді әдемі жігіт еді. Көз ылғи күлімдеп тұратын. Іскерет, жиналыс десе алдындағы асын ұмытатын. Өзі соңғы кезде күрт қартайып кетті. Солай, мұрт сақал қойып алған. Бес науа үйдің бүйірін ойып, «Дәубас көкем келді» деген ащы айқай шал біткенді дүр сілкіндірді. Өз-өздерінен опыр-топыр боп, тіпті ебедейсіздеу екі-үшеуі есік алдындағы томарға сүрініп, тоңқаңдап құлап жатты. Дұрыстап көрсейік, кәне! Көліктен түскен бетте кекірейіп тұра қалған Дәубасқа қаралы жұрт жалғыздап барып, төс түйістіріп шықты. Жесір қалғалы отырған жеңгесі қайнысының келгенін естіген бетте сәл-пәл талықсып кеткен. Әйтеуір жанында отырған абысын ажындары сүйемелдеп зорға басын қалқайтты. «Дәужан-ау, ағаңнан айырылып қалдық қой. Ақсұңқар құстай ұшып кетті ғой қолымнан. Екі дүниеде де саған риза күнім. Жасамаған жақсылығың жоқ. Бізге Астанадан кезексіз 5 бөлмелі пәтер бердің. Бір баламызға тендер дегенді ұстаттың. Ол енді өзіңнің арқаңда министр болам деп жүр. Кенже қызымызға машина мінгіздің. Қаумалап отырған жұрттың көзі қатыздай боп, жұтқыншақтары жүгіріп кетті. Соңғылдаған неменің есін жиғызғысы келді ме, жанталасқан Дәубас қолын абайсыз сілтеп қалып еді. Онысы қата тиіп, жеңгесінің жағына сарт ете түссін. Абысын ажынның сүйемелдеумен әрең отырған, басы кеңжең етіп жарға соғылды. «Ойбай-ау, келмей жатып сабайтындай, ағаңды мен өлтірдім бе? Білгін кесе айтайын, түбіне жеткен көңілдес қатындары. Соның бәрін құрақ көрпеде қиыстырып, жымын білдірмегенім бе жазығым?» Дәубас нарттай боп қызарып алды. Тамағын қырнап, галстугын кеңітті. Осы сәтте есіктен ентеле енген бейтаныс екі жігіт Дәубасты өкіріп кеп бас салсын. «Ағатайым-ау, қамқорым-ау, көкетайым-ау, көз нұрым-ау» деп екі жақтан жылмалап айыру бермеді. Азал жерде жөн сұрасу ұят. Атағайын болар деп ойлаған. Айналаны азан-қазан қып бара жатқан соң Дәубастың өзі шыдай алмай, «Же!» деп жекіріп тастады. Жетті. Соңынан ауылдың жорға шалдарына кезектейді. «Шырағым, өзіңді Астананың бір мақтысы деп естиміз.
Құтты болсының не? Көңіл айтсыңшы. Жаубас жарықты өмір бойы кең шарды биледі, еліне пана ет. Асқар тауымыз құлағандай жетімсіреп қалдық. Тоң жібіп, сәуір келгенде кеткенін айтсаңшы. Жеңген әйел заты ғой, қайғыдан не айтып, не қойған білмей отыр. Кешір шырағым. Дәубас сол нарттай қалпы басын сәл изеп, бәрін тәнтетті. Келін неғып келмеді? Деді бір кемпек кемпір қарап отырмай кемсеңдеп. Шетелде демалыста. Абысын ажындарының сыбырлауымен еш жиған жеңгесі құшағын кеп жайып, дәу жаным ау, келсеңші деген. Қайнысы қолын бір сілтеп, құйрығын бір сипап сыртқа беттеді. Ендігі мәселе марқұмды қай қорымға қоямызға ұласты. Ауылдағы 3 қорымның екеуі қазақтікі де, бірі орыстікі. Мына жақын тұрған қауымда бұлардың арғы аталары Саубас, Маубас жатыр. Аруақ аттамайық десіп бір топ шал батысқа қисайды. Жоқ, анау алыстау қорында бұлардың Итбас деген 7-ші атасы жатыр деп естік. Жол соныкі десіп бір тобы шығысқа қисайды. Ол қате. Итбас қалмақпен соғыста тұтқынға түсіп, таптырмай кеткен. Шалдар осылай сөзбен шарпысып, кейбір шыдамсызы тіпті сақалдасуға дейін барып қайтты. Уақыт болса сырғанап барады. Мал сойылып, мүшеленіп болған. Кебін пішіліп, жырты салынған. Әлекедей жаланып, 5-6 жігіт күрек сүймендерін сайлап олар тұр. Ақыры шалдар Дәубастың алдына кеп жүгіністі. Екеуінің қайсысы дұрыстау. Сол жерден ағама топырақ бұйырат деп, көп ойланып жатпай жүріп кетті. Үй іргесіндегіні Дәубас жаратпай, кіржиіп қайтты. Өңшең жатаған, кедей кепшіктік екен. Ылғи мінгестіріп салыпты. Кісі жерленбегеніне де көп болыпты. Қурай өсіп, шөпшөнге басыпты. Ол жерге ағамның асыл сүйегін қор етпеспін. Ал алыстау қорымды әрі айналып, бері айналып ұнатты. Тіпті кей жеріне тас жол төселіп, тал тігіліп, гүле-гүлген. Тіпті шаруа оңтайлана қояйын десе сол ғой. Шет жақтағы зәулім мазардың жанында бір кісілік мол орында тұр. Бастаңдар, қазыңдар тездетіп. Үлкен кісінің үкімі бет қаратама. Лезде көр қазылып, лақат ойылып дайын болды. Тек ауылдың үркөрдей атқа мінерлері ғана оңаша шығып, түсініксіз күбірлесіп басылған. Бұл қазақтың сөзі желдей жүйіткі балдыңды орайтта отырады. Дәубастың қай зиратты таңдағанын, кімнің моласының қасынан көр қаздырған біреу лезде жеңгесіне жеткізе қойыпты. Сөйтіп, ертеңгі атқарлар шаруаны тындырып келсе, жеңгесі түскір көгеріп сазарып тағы талып жатыр. Сәлден кейін, «Әй!» деді басын көпшіліктен жұлып алып. «Мына мен осы шаңыраққа келін болып түскенде шопайың шолтаңдап жүрген балайдың. Мана ғой жағымнан ұрып талдырасың. Енді кеп көрді, ағаңның былтыр авариядан өлген көңілдес қатынының қасынан қаздырасың. Тірісінде құшақ айқастырып, берекемізді қашырған. Енді өлгенде де қойындасып жатсын дедің бе? Бұл қай масқараң ойбай?» Дәубас қаралай сасып, айналасындағы қаумалаған шал-шауқанға ауылдың үркөрдей атқа мінерлеріне қараған. «Келінжан бізден аулақ, ол арасын білмейміз. Жоқ жерден куә қылма. Өзіміз таяққа мініп, тақамыз қисайып әрең жүргенде, өрісте мал келетін уақыт болды. Таңертең жаназа намазында бас қосармыз дескен ауылдың жорға шалдарын қайдағы жоқ жөтел қысып, тоңқаңдап қашты. Әйелдің қара тілдесінің беті оңайлықпен қайтама. Онда мен айтайын. Сол қаншық жастайынан желіккен деп жеңгес тіпті жігерленіп кетті. Жетектесіп шетел асты. Үндемедім, бала таптырды, тілімді тістеп бақтым. Өлі бет басына зәулім мазар салдырды. Жымын сездірмедім. Оған осы елдің бәрі куә. Айтшы, ертең мен өлгенде қайда көмесің? Бүйтіп ел жұртқа тірілей қарабет болғанша, сол қаздырған көріңе өзім барып жатам. Өлде бар. Етегіне жармасы бажылдаған абысын ажындарын түйіп тастап, зиратқа қарай тұра жүгірсін. Жаны қысылған Дәубас қасындағы ауданның дамоласына жалтақтаған. Ол қойыннан кітап суырып алып, ұзақ-ұзақ парақтап, «Шариғат қоспай тұр, бір мәйітке бір жерден 2 көр қазу көпірлік» деп соңғы үмітті үзіп кетті. Онда мына орыс модасына қойсақ қайтет деген қолындағы күрегімен жан бағып жүрген жігіттердің бірі. «Өй, иттің қара баласы, мұсылманды қайтып, осы сенде дін бұзатын» деп дамола алып кеп ақилансын. «Ұр ананы, аяма!» Басына темір сүймен теген байғыз алып барып тынды. «Сендердің араларыңды
Өмір сүруге болғанмен өлуге болмайды екен, деді дәубас меңдуана жегендей сандалып. Ужас! Рас, дұрысы сол, тынышы шетелге жетіп өлу. Дәукөке, мен таптым. Ағамызды ауыл сыртындағы ең биік төбенің басына жерлейік. Жаңа қоныс, таза ауа, ол жерге тіпті түйе де аунамайды десін. Ауыл әкімі жас жігіт жылтың қағып. Оны ертең бәріміз жаубас қыраты деп атаймыз. Мереке сайын оқушыларды басына апарып, тәу еткіземіз, музыка ойнатамыз. Міне, табылған ақыл. Қой, бұ қазақты қой.